Сәлем достар, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз? Сіздермен бірге Кореяда тұратын мен Құлпынай. Бүгін сіздерге керемет табиғат аясында бейнежазба түсіріп отырмыз. Таңертең демалыс қой деп баламызбен барлығымыз теңізге келгенбіз. Теңізде құр отырмай, әдемі жерде сіздерге көрсете отырып бейнежазба түсіруді жөн көрдім. Бүгінгі бейнежазбаны тақырыбын көріп тұрғандарыңыздай, Құлпынай, сен осы жұмыс істейсің ба, істемейсің ба? Жолдасың қаншалықты ақшаны күреп табады, чтобы сен өмір бақи оқып жүретіндей деген сұрақтарыңыздың жауабын беретін боламын. Негізінде әрине мен Кореяға келгеніме 8-9 жылдай болып қалыпты. Бұл жылдың арасында мен бір ретте жұмыс істеген жоқпын, белгілі бір жұмыс орнында. Тек қана соңғы 2 жылда кәріс тілінен сабақ бергенім немесе ара-арасында аудармашылыққа шыққаным болмаса, негізінде көп жұмыс жасамайтын қыздардың бірінемін. Алғаш осында келген кезде мен жұмыс істегім келеді, жұмысқа шыққым келеді деп айтқан болатым, бірақ жолдасым маған рұқсат берген жоқ. Себебі өткен бейнежазбада айтып кеткенімдей, жұмыс істейтін болсаңыз күніге сағат 6-7-тен бастап кеш сағат 6-7-ге дейін жұмыс істеп, одан кейін жұмыстан кейін бастармен бірге ішіп осындай бір өмір болатындықтан жолдасым бармайсың деді ғой, неге тыныш отыр үйде деді. Сосын тыныш отырып, әрине құры тыныш отырмай көптеген оқуларды оқып жүріп, білімімді әрі қарай дамытуға тырыстым. Оған жолдасым көп көмегін тигізіп жатыр деп айта аламын. Және де сіздерден келген тағы бір сұрақтың жауабы, сен YouTube каналыңнан қаншалықты табыс табасың, блогерліктен табыс табасың ба деген сұрақтар келген екен. Мен оған сіздерге ойланбай айта аламын, блогерліктен мен оншалықты көп ақша табамын деп айтпаймын. Себебі ютубтан ай сайын где-то $100 ақша, $100-$120 ақша түсіп отырады. Одан бөлек инстаграмда мен керемет табыс табамын деп айтпаймын. Себебі ютубтан менде тек қана қаралымнан ғана ақша түсетін болса, ал инстаграмнан мүлде жарнама алмағандықтан ақша онша түспейді. Және де ютубқа да мен белгілі бір компаниялардан немесе бір басқа да жеке блогерлерден жарнама алмағандықтан, ютубтың өзінің ғана жарнамасы жетеді. Мен жарнама алмағандықтан блогерліктен керемет табыс көзін тауып жатырмын деп айта алмаймын. Ал енді біздің үйде ақшаны жолдасың қаншалықты күреп табады, сен осыншалықты оқып еркін өмір сүретіндей деп айтатын болсақ, жолдасым әрине шүкір жақсы табады, бірақ отбасымызға жететіндей күреп тауып жатқан жоқ. Біз барынша үнемдеп жұмсауға тырысамыз. Жолдасым да ақшаны көп жарататындардың қатарынан емес, мен де ақшаны көп жарататындардың қатарынан емеспін. Себебі қазір білесіздер, кәрістердің емес бүкіл әлемнің дейінше ер азаматтары онлайн ойындарға, играларға өте қатты қызығады. Ал менің жолдасым ондай играларды мүлде ойнамайды. Біріншіден, екінші ішімдікке, темекіге жақын болмағандықтан ол жағынан көп ақшаны үнемдеуге болады. Және де соңғы уақытта маған ютубта сіздер сұрақ қойған екенсіздер, Құлпынай, сен үнемі бір прическамен жүресің, үнемі бір киіммен жүресің, алтындарың жоқ, саған күйеуің сені салонға жібермейді ма? Күйеуің саған киім әпермейді ма деген сияқты сұрақ қойған екенсіздер. Негізінде мен әрине әдемі кукла сияқты болып жүрген қыздарды жақсы көрем, көргенді ұнатамын, бірақ мен өзім салонға барғанды онша ұнатпайтын қыздардың қатарынамын. Неге десеңіздер, күлетін шығарсыздар, мен салонға барып отырған 1-2 сағаттың уақытын баламмен өткізуге тырысатын жандардың қатарынамын. Және де әрине жолдасым киімімді де әпереді, салонға барам десем бәріне жібереді, мен просто оған өзім бармауға тырысамын. Көп жағдайда бармаймын негізінде. Және де кейбір ютубер қыздарды көрген кез әдемі болып боянып, салондарға қолдарын бояп жүрген қыздарды көрсем қызығамын. Но мен бармауға тырысамын, өйткені ондай жерге барып бір рет алып, бір рет кірпік жабыстыратын болсаң, екінші рет жабыстырғың келіп тұрады. Кірпігін шешсең бүкіл денең киім шешкендей әсерде болғандықтан мен басынан бастап кірпік жабыстырмауға тырысамын. Бірақ әдемі болып ютубқа түсіретін, әдемі болып боянып жүретін ютубер қыздарды көрсем, керемет жарайсыздар деп айтар едім. Алтындарың жоқ па, сен мүлде алтын тақпайсың ғой деп айтады екенсіздер. Жолдасым туған күніме алып берген мына алтыннан бөлек әрине үйде бірнеше алтындар бар, бірақ тақпауға тырысамын. Өйткені алтын сақинаны тағатын болсам, баламның бетіне крем жаққан кезде, денесіне лосьон жаққан кезде, денесі сырылып кетпесінші деп басында алып тастағам, сол күй тақпау әдетке айналып қалыпты. Және де киім алуға, алтын алуға жұмсаған қаражатты мен көбінесе білім алуға жұмсауға тырысатын жандардың қатарынамын. Неге? Себебі Кореяда белгілі бір үлкен компанияларда жұмыс істегіңіз келетін болса, кәрістердің өздері де шетелге барып білім алып келу керек, тәжірибелер үлкен болу керек. Жақсы жерде жұмыс істеу үшін сіздің тәжірибеңіз керемет болу керек. Ал ойлай беріңіз, кәрістердің өздерінде сондай бір бәсекелестік болып жатқан кезде, Кореяда тұратын шетел азаматы мен қаншалықты білімді болуым керек, чтобы кәрістермен бірдей жақсы жұмыс орнында жұмыс істеу үшін деп ойлайсыздар. Сол үшін де мен барынша кәрістермен бірдей
уровеньде жүру үшін маған қашанда ізденісте болу керек. Негізінде кәріс тілін жақсы білдім екен деп, мен сол күйі сол жерден тоқтатып қойған жоқпын. Кәріс тілмен танысқаны 12 жыл болса да, мен әлі де кәріс тілін оқып келе жатырмын. Себебі әр саланың өзінің терминдері бар. Медицина саласының термині бар, және де заң саласының терминдері болғандықтан, әр саланы мен барынша оқуға тырысып жүретін жандардың қатарынамын. Себебі Кореяда өмір сүргендіктен сізге кәріспен сөйлескен кезде қай саладан әңгіме айтатынын білмейсіз. Және де мен андасында аудармашылыққа шығамын деп айттым ғой. Сол аудармашылыққа шыққан кезде қай саладан маған аудармашылық келетінін білмегендіктен қашанда мен дайын болуым керек. Сол үшін мен барлық нәрсені алдын ала оқып жүруге тырысамын. Сіздерге бір қызық айтайын ба? Менің жолдасымда әрі жұмыс істейді, әрі қашанда қосымша бір оқуларды оқып жүреді. Және де қайнатамыз бар ғой. Қайнатамыз да 65-тен 70-ге жақындап қалған күннің өзінде де жұмыс істеп, қосымша бір нәрселер үнемі оқып жүреді. Сол кісілердің маған аурасы тиген ба, жеткен ба білмеймін. Менде қашанда бос уақытым болса, артық қаражат пайда болса, ананы оқығым келіп тұрады, мынаны оқығым келіп тұрады, әйтеуір бір нәрсені оқуға тырысамын. Әсіресе қазіргі замандағы трендтегілердің барлығын оқып үйренуге тырысамын. Себебі заманды білесіздер, ұстап жетіп үлгере алмайтындай заман өте қатты өзгеретіндіктен біз соған жетіп үлгеруіміз керек. Әрине, қазір егер де сіздер мына орында тұрып, маған осы орында бола береді, осыған да шүкір дейтін болсаңыздар, әрине шүкіршілік етіп өмір сүруге болады ғой. Бірақ осы орында тұрып шүкіршілік ететін болсаңыз, өмір бақи осы орында жұмыс істейсіз. Ал егер де осы орныңызда жұмыс жасай отырып, табыс таба отырып, бос уақытыңызда қосымша сіз жақсы көретін, сізге ұнайтын тағы бір нәрсені үйрене жүретін болсаңыз, ертең осы үйренгеніңіздің жемісін көресіз деп айтар едім. Себебі мен мына нәрседе болды, осы нәрсеге шүкір дейтін болсам, мен мына нәрсенің жемісін көре алмайтын едім. Мені қазір бейнежазбада көріп отырған әсіресе жастарымызға айтқым келетіні, уақыттарыңызды, алтындай уақыттарыңызды құр босқа жібермеңіздерші. Мүмкіндік болса, ақшаларыңызды, қаражаттарыңызды салонға, пустой бір нәрселерге жұмсамай, барынша білімге жұмсаңыздар. Өйткені сіздің алған біліміңіз ертең сізге жемісін бермесе де, сіздің артыңыздағы бала шағаңызға білім жемісін тигізетініне сенімдімін. Сондықтан менің Құлтынайдың қашанда оқып жүретінінің басты себебі, маған жолдасымыз екеуміз үйде кітап ашып оқып отыратын болсақ, сол арқылы біз өзіміз жемісін көрмесек те, баламыз біздің кітап оқуымызды көріп отырып, кітапқа сәл жақын болса екен, білімге сәл жақын, біздің оқуымыз арқылы балаға білім беру деп айта алар едім. Әрине, менде бір жұмыстарға тұрып сол жерде табыс тауып жұмыс істеуіме болады, бірақ мен жұмыс істейтін болсам, балаға, отбасыға уақыт арнай алмай қалатын сияқты болғандықтан, мен фрилансерлік жолды таңдадым. Өйткені қалаған уақытта жұмыс істеп, қалаған уақытта үйде уақыт өткізу үшін. Сондықтан бүгінгі бейнежазбада айтқым келетіні, жолдасым ақшаны күреп тауып жатпаса да барынша үнемдеп жұмсап, сол үнемдеп жұмсаған, үнемделген ақшаны біз білімге жұмсауға тырысып жатамыз. Әрине, сендер көп қыдырасыңдар, қашан көрсем қыдырып жүресіңдер деген жандар да бар екен. Қыдырамыз, көп қыдыруға тырысамыз, бос уақыттың барлығын отбасымызбен бірге өткізуге тырысамыз, бірақ қыдыр дегенде біз бұл жерден ақша жұмсамаймыз. Үйден жейтін нәрсені бәрін үйден пакетке салып алып, көтеріп алып келеміз да, машинада жеп аламыз. Бұл жерде ақша жұмсамаймыз, тек қана көзімізбен келіп, көріп, қыдырып, аралап қайтамыз. Осындай жағынан ақшаны көп үнемдейтін отбасының қатарынанбыз. Бүгінгі бейнежазбада жаңағы мен айтып кеткендей, мені көріп отырған әсіресе жастар сіздерге айтатыным, уақыттарыңызды пайдалы дұрыс жұмсаңыздар, ақшаларыңызды да пайдалы жұмсаңыздар, ертең жемісін көресіздер. Мен өзім прям бір ақылсынып сіздерге ақыл айтып жатқан жоқпын, просто менің неліктен жұмыс істемей, неліктен курстан курсқа аттап өмір бір нәрсе үйреніп жүретінді ғана сіздерге айтып жатырмын, себебі мені дұрыс түсінбеген жандар да бар екен. Өмір жолдасы ақша көп табады да, сол үшін жұмыс істемейді да, жолдасың ақша тауып беріп отырғаннан кейін де өмір қыдырып жүреді деген жандар да бар екен. Ондай емес, просто жолдасым мен менің екеуміздің еңбегіміздің арқасында өмір сүруіміздің бір-бірімізге дұрыс сай келуіміздің арқасында қыдырып та үлгереміз, жұмыс жасап та үлгереміз, демалып та, білім алып та үлгереміз деп айтар едім. Бейнежазбаны соңына дейін көргендеріңізге көп-көп рахмет. Ең жақсы құйылған инвестиция ол өзіңізге білімге құйылған инвестиция деп айтар едім. Білімді болыңыздар, бар болыңыздар, бай болыңыздар және сау болыңыздар.